Сәлем достар, сіздер Циклоп арнасындасыздар. Бүгін бізде стримерге, ютуберге арналған компьютер. Бұл компьютер стримде кез келген ойынды ультра настройкада ойнау керек және монтажды жылдам жасау керек. Процессор Ryzen 7 2700X. Неге ол десеңіздер, Ryzen 9-ға ақша жетпегендіктен осыны алдық. Бірақ болашақта Ryzen 9-ға ауыстыруға болады. Бұның 8 ядро 16 потогы, L3 кэш 16 мегабайт, частотасы 3741 ГГц. Жыл шығаруы 95 Вт. Кулер Big White Dark Rock 4 Pro, 7 мыс трубка, 2 вентилятор, 2 секционный кулер. Бұл Ryzen 9-ды салқындату үшін алынған болатын. Материнская плата MSI MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi. Бұған қазіргі кез келген Ryzen'дарды қойсақ болады. Осы материнский платанда болашақта Ryzen 9 қою үшін алынған болатын. Видеокарта Poly Jetstream RTX 2070 Super GDDR6 8 гигабайттық памяті бар. Оперативная память Kingston HyperX Fury Black 32 гигабайт, 4 флашка 8 гигабайттық, частотасы 3200 МГц, таймингтары 15. Блок питания Seasonic Focus 850 Platina 80+ сертификаты бар. Неге тым көп деп ойласаңыздар, бұған 5-тен көп жесткий дисктер қойылады және болашақта мықты процессорлар мен видеокарталарды қою үшін артық алып қойдық. SSD Kingston A2500 гигабайт. Бұл M2 банкын тежім істейді. Екінші SSD Samsung 860 QVO 2 терабайттық. Корпустың аты Fractal Design және арғарай мен оқи алмайтын сөздер. Компьютердің толық бағасы шамамен 560 мың теңгедей.
Бұл компьютер ақшаны аямайтын стримерге арналған болатын. Егер сіздерде құрастырғыңыз келсе, Ryzen 5 жетеді.